Сәлем достар, әлемнің 7 кереметі атауы аңыз бойынша өзінің жаулап алған жерлерінен әлем саяхатшыларын қызықтыру мақсатында арнаулы 7 орынды белгіленген. Олардың қатарына Мысыр пирамидалары, Бабылдың аспалы бағы, Эфестегі Артемида ғимараты, Зевс мүсіні, Галикарнастағы табытхана, Гелиос мүсіні және Александрия шамшырағы кіреді. Алайда, қазіргі күндері әлемнің жаңа 7 кереметі пайда болды. Бернард Вебердің бастамамен New Open World корпорациясының коммерциялық емес ұйымының көмегімен әлемнің ежелгі 7 кереметін жаңғырту үшін жаңа жоба іске қосылды. Сауалнаманың көмегімен 100 миллионнан астам адам ғаламтор мен телефон арқылы дауыс беріп, соның нәтижесі бойынша әлемнің 7 ғажайыптарының соңғы тізімі бекітілді. Майя мәдениетінің ежелгі қаласы Чичен Итса, Мексика мемлекетінің Юкатан түбегінде орналасқан әлемнің жаңа 7 кереметінің бірі. Ежелгі Чичен Итса қаласының атауы Итса тайпасының тұғы деген мағынада аударылады. Көне қала Чичен Итса майя өркениетінің дамуында мәдени және саяси рөл атқарды. Қала біздің заманымыздан бұрын 7 ғасырда пайда болды және өз уақытында майяның діни орталығы ретінде саналған. Ал 10 ғасырда қаланың орталық Мексикадан Юкатанға келген толтектер жаулап алды және қала 11 ғасырға қарай Толтек патшалығының астанасы болып сайланды. 1178 жылы Үндістанның билеушісі Хунаккейл қасиетті майя жерін талқандап, қираған үйіндіге айналдырды. Осылайша қала тұтастай құлдырап, халықсыз қалды. Биіктігі 30 метрге кететін 9 сатылы Кукулкана пирамидасы Чичен Итса қаласының басты нышаны болып табылады. Пирамида ішінде ягуар тағы бар. Мысыр елінің пирамидаларымен салыстырғанда Кукулкана айтарлықтай кішкентай. Әлемнің дәстүрлі 7 кереметінің қатарында Галикарнастағы кесене бар. Ол Үндістанның Агра қаласында орналасқан Тадж-Махал кесенесі. Бұл кесенені 17 ғасырдың ортасында Шах Джахан сүйікті жары Мумтаз Махалдың құрметіне салған. Оның құрылысы 22 жылға жалғасты. Бұл ғибадатхананың құрылысына 20 мыңнан астам адам қатысқан. Олардың ішінде империяның барлық аймақтарынан келген құрылысшылар, Венеция, Парсы, Орталық Азия және Таяу Шығыс елдерінен келген шеберлер бар. Бүгінгі таңда үнді сәулетінің інжу маржаны саналатын махаббаттың символы болған ақмәрмәр ескерткіш Үндістанның ең маңызды көрікті орындарының бірі. Айналасы су бұрғақтарға толы саябағы бар. Ақмәрмәр тастардан қашалған ғимарат жыл сайын 5 миллионға жуық саяхатшыларды қабылдайды. Иорданияның астанасының оңтүстігінен 200 километр қашықтықта Вади Мусаның аңғарындағы құмды тауларда ежелгі Петраның қираған үйіндісі жасырынған. Қала 500 жылға жуық уақыт бойы тұрғызылып, үлкен сауда орталығына айналды. Әр кезеңде қала әртүрлі шапқыншыларға тиесілі болды. Біздің заманымызға дейін Идумей, Набатей, бертін келе орта ғасырда Рим, Византия, араб шапқыншылықтары жаулап алды. Әр шапқыншы қаладағы сәулет өнерінің өзіндік жаңа айшықтарына келді. Петра Қызыл және Жерорта теңіздері арасындағы маңызды сауда жолдарының қиылысында орналасқан. Мұнда 800-ден астам көрікті жерлер бар. Петрадағы ғибадатханалар мен сағаналар, Рим колонналары мен 3000 адамға арналған амфитеатр, сарайлар, моншалар мен арналардың барлығы тастан қашалып жасалған. Көне қала бұл күндері саяхатшыларды өзінің айшықтарымен таң қалдыруда. Петра қаласында танымал Индиана Джонс және Последний крестовый поход киносы түсірілген. Колизей Рим дәуірінің ең монументалды ескерткіштерінің бірі. Мысалы, Франция үшін Эйфел мұнарасы, немесе Ресей үшін Кремль
мемлекеттің символы болса, Колизей де сол сияқты дәрежеде Италияның символы. Амфитеатр 8 жылда бой көтерген. Оның құрылысын 72 жылы Веспасиан император бастап, 80 жылы оның ұлы Тит аяқтады. Колизейдің қабырғалары жалпы салмағы шамамен 300 тонна болады. Қапсырмамен таскесек, кірпіш және түрлі бетон қоспаларынан салынған. Біздің заманымызға дейін 1 ғасырда салынған Рим қаласындағы Колизей әлемдегі ең үлкен амфитеатр болып саналады. 50 мыңнан астам орны бар Колизейде бірнеше ғасыр бойы гладиаторлық айқастар мен Рим тұрғындарына арналған мерекелік іс-шаралар қойылды. Ал Колизейдің ашылуы 100 күндік ойын-сауық іс-шараларымен белгіленеді. Осы уақыт аралығында гладиатор турнирлерінде бірнеше мың жауынгер және Африкадан әкелінген 5000 жыртқыш аңдар қаза тапты. Тағы бір әлемнің заманауи кереметтерінің бірі Жарылқаушы Христос. 710 метрлік Корковадо тауына қойылған Жарылқаушы Христостың алып мүсіні 80 жыл бойы Рио-де-Жанейроның және бүкіл Бразилияның символы болып саналады. Рио-де-Жанейро қаласында бой көтерген Христос мүсіні темір бетон мен сабынды тастан қашалған. Қолдарын екі жаққа қарай жайған Христос биіктігі 38 метрге дейін жетеді. Мүсін құрылысы 1922 жылы басталып, 9 жылға созылды. Жыл сайын бұл мүсінді көру үшін Бразилия еліне 300 мың адам келеді. Корковадо тауына орналасқан Христос мүсініне кішкентай поезд арқылы немесе эскалатор арқылы көтерілуге болады. Ұлы Қытай қорғанының қабырғасы солтүстік Қытайдан, шығысы Ляодун Сары теңізінен Гоби шөлінің құмдарынан шығатын қорғаныс тізбегін құрайды. Қытай қорғанысының ұзындығы тігінен есептесе, басы мен аяғына дейін 2450 шақырымды құрайды. Ал егер барлық бұрыштар мен бүйірлерін есепке алсақ, әртүрлі бағалаулар бойынша 6000-нан 8850 шақырымға дейін жетеді. Қытай қорғанының құрылысы біздің заманымызға дейін 210 жылдары басталып, шағын үзіліспен Мин әулеті соңына дейін билегенше аяқталды. Яғни 1640 жылға дейін жалғасты. Қабырғаның орташа биіктігі 7,8 метрге жетеді. Оның ені 5 жаяу әскер жүріп өтетін, немесе 5 салт атты шабандоз жүретіндей кең. Қытай қорғанының кей жерлері эрозияға ұшырап қираған. Саяхатшыларға ең танымал жері Бадалин, Мао Цзедун заманында күрделі жөндеуден өткен. Көне әлемдегі 7 керемет Еуропа мен Азия елінде орналасса, жаңа кереметтердің географиясы кеңейіп, Америка елінде қосып алды. Оңтүстік Америка еліндегі Асқартау баурайында Мачу-Пикчу қаласы орналасқан. Теңіз деңгейінен 2,5 километр биіктікте орналасқан бұл қала 400 жылға жуық өмір сүрді. Белгісіз себептермен 1532 жылы инктер қаладан жырақ кетті. Қала 1438 жылы Инк империясының 9-шы билеушісі Пачакутик Юпанидың қасиетті орны ретінде салынған. 400 жылдан астам уақыттан бері қала туралы тек аңыздар болды. Ал 100 жыл бұрын 1911 жылы ғана америкалық археолог Хайрам Бенгемнің арқасында Инк қорғаны туралы деректер белгілі бола бастады. Гүлденген қала тұрғындары 3000 метр биіктікте жүгері, картоп және басқа да көкөністер өсірді. 1532 жылға қарай Мачу-Пикчу тұрғындары белгісіз себептермен қаланы тастап, әдемі сәулет туындыларын кейінгі ұрпақтарына қалдырып кетті. Ғибадатханалардың қираған үйінділері, 2 қабатты үйлер мен қоймалар сақталған.